Сарыөзек гарнизоны 12740 әскери бөліміне жас сарбаздардың келгеніне бір айға жуық уақыт болды. Осы бір ай уақыт аралығында командирлердің көмегімен тактикалық даярлық, атыс даярлығы, дене даярлығы сабақтарының теориялық білімдерін жетілдірді. Бүгінгі күні жауынгерлік даярлық бағдарламасына сәйкес тактикалық даярлықтан танкке қарсы күрес жаттығуын, атыс даярлығынан 4-ші бақылау атту жаттығуына нөмір 1-ші дайындық жаттығуын орындап шықты. Өздерінің теориялық білімдерін дұрыс жетілдіргендеріне байланысты қойылған тапсырмаларды жоғары деңгейде орындады. Және де атыс даярлығы сабағынан жақсы деген бағаға бағаланды.